Жан әлемі. Әуе толқынында жан әлемі психологиялық хабары. Студияда психолог Нұргүл Молдабайқызы, журналист Мәдина Махамбетқызы. Қайырлы кеш, ардақты ағайын, қадірлі тыңдаушы. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында жан әлемі хабары. Өздеріңіз білетіндей, жан әлемі хабарының тұрақты психологы Нұргүл Молдабайқызы. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш. Және мен Мәдина Махамбетқызы. Сонымен қатар саунд операторлар бүгінгі тікелей толқында сіздермен бізді байланысқа қосатын мамандар Ербол Ерсінұлы, сонымен және де Назар Найзабек. Қадірлі радио тыңдаушы қауым, әдеттегідей бағдарлама тікелей эфирде кез келген психологиялық сұрақтарыңызды қоя берулеріңізге болады. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік: 8-717-2-75-72-75. Сонымен қатар WhatsApp желісіне де хат қалдырсаңыздар, біз міндетті түрде оқып жауап беруге тырысамыз. Яғни 8-700-755-35-55 телефон нөміріне хат қалдырыңыздар. Ал Нұргүл, хабарымыздың кезекті шығарылымы, жалпы адамның жан әлеміне үңілу, адамның болмысына үңілу. Ол бір үлкен бір жұмбақтың шешімін іздеп жүргендей сезіледі. Маған адам бір жұмбақ дейді ғой. Тылсым дүние. Тылсым дүние, ол адамды зерттеген сайын зерттей бергің келеді. Адамды солай емес пе? Адамды зерттеген сайын сұрақтарға жалпы жауап алу қиындай түседі. Таныған сайын адамды таныған сайын, осы тылсым дүниені зерттеген сайын бір нәрсені кесіп айту, бір нәрсені шешіп айту қиындай береді екен. Соны ұқтым. Ал сіз осы психология саласында 12 жыл болып жүргеніңізге, иә? 12 жылдан асты. Ал осы 12 жылдың ішінде сізге қиындай түсті ме? Жоқ әлде зерттеген сайын өзіңіздің сұрақтарыңызға жауап алдыңыздар ма? Адамның жанына байланысты. Зерттеген сайын таңғалуым ұлғайып бара жатқан сияқты. Және қиындап бара жатқан сияқты. Сонымен қатар адамның жанының сан алуан өзінің қыры бар екені, әлсіздігі мен күштілігінің қатар екендігі, тең екені да қатар жүреді. Сол сияқты тылсым бір күштің иесі, тылсым дүние екендігіне көзім әр кездескен сайын адаммен жетеді. Қиындамаса оңайлап жатқан дүние жоқ. Солай, бұл сұрақты қойған себебім, әр тыңдаушыдан сұрақ келген сайын, менде кәдімгі, енді психолог маман емес, бір адам ретінде кәдімгідей ойланамды, адамның жаны не деген терең. Мысалы, бірінің сұрағы біріне ұқсамай, және сұрақты оқып отырып, ол сұрақты өзіңнен көресің, бірақ ол сенде ол мәселе жоқ. Сонда адамның болмыс табиғаты бір-бірімен ұқсас келетін секілді. Болмысының енді іргетасы дейді ғой, бәріміз 12 мүшеден тұрамыз деген сияқты, бәріміздің көзіміз бар, бәріміздің өңешіміз бар деген сияқты. Яғни фундаменті бір болуы мүмкін, бірақ оған қоса біздің қанымыз, әке-шешеміз басқа, біздің тәрбиеміз басқа, біздің өсу ортамыз басқа. Сондықтан бұл бір-біріне ұқсаған адам, әйтпесе бір-біріне ұқсаған негізі сұрақты көрмедім. Бір жалпы ерекшеліктері болады, жалпы бір ұқсастықтары болады, бірақ әрбір адамның өзі, қазіргі кезде түйіп отырғаным, бұл жеке психология, жеке ілім. Мен бұл сұрақты қойып отырған себебім, Нұргүл, қазір біздің WhatsApp желісіне келіп түскен хаттың мәні, мағынасы кәдімгідей ойландырды. Және дәл осы мәселе менде кездескен жоқ, бірақ кейде өзім жоқ болып кеткім келетін кездер болған. Бәлкім сумен байланыстырдым бекен, хатты оқып берейін. Яғни бұл хат сізге жолданған. Ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосы және жан әлемі хабарының ұжымы, қайырлы кеш. Менің есімім Ермек, жасым 30-да. Сіздермен мені мазалаған бір мәселе жайында ой бөлісіп, маманның кеңесіне жүгінуді жөн санадым депті. Мені көптен бері суицидтік ойлар мазалайды. Өмірдің мән мағынасы кеткендей, бар қызығы таусылғандай, бас кешіп интернеттен өмірмен қоштасудың жолдарын қарайтын сәттер болады. Өзімді қой деп тежеп, ақылға жеңдіріп, сабырға шақырамын. Мәселенің түбіне үңілейін десем, басымда қарыз, жоқшылық деген атымен жоқ.
жұмысым жақсы, ішкенім алдымда, ішпегенім артымда, көйлегім көк, қарным тоқ, білімім де жоғары, бірақ қорқынышты ойлар санама сіңіп алғаны соншалық суицид жайында ойлардың басымнан кетпей қойғаны. Осының шешімі бар ма депті. Ермек жасы 30-да. Ермек, осы ойыңды ашық айтқаныңа және қорықпастан қойып отырғаныңа, сенім артқаныңа рахмет. Жалпы мен осы суицидпен жұмыс істеудің негіздерінде оқып үйренген бір мамандығым сол. Өзімде жұмыс істеген кездерім болды, әлі де бар. Мен бірде-бір өмір сүргісі келмейтін адамды көргенде жоқпын, естігенде жоқпын. Адам өмір сүргісі келмейді деген қате пікір. Адамның бәрі өмір сүргісі келеді. Адамның бәрі өмір сүргісі келеді. Өйткені адамның бойына өмір сүргісі келетін витальная сила дейді, сондай бір өмірлік күш беріледі. Адам өмірлік күшпен туылады. Бұл жерде суицидтің енді адам өзі түсінбейді ғой. Адам осылай өмір сүргім келмейді деп ойлайды. Яғни қазір мен сүріп отырған өмір, мен жалғастырып отырған өмір, яғни осы өмірдің келбеті маған ұнамайды. Әйтпесе маған ешқандай маған ұнамайды деген сияқты да. Сол кезде мен сұрақ қоям. Жарайды, сен өмір сүргің келмей ма? Жоқ әлде сен тап осылай өмір сүргің келмей ма деп. Алатын жауабым әр уақытта бір ғана. Мен осылай өмір сүргім келмейді дейді. Яғни сол жерде бастап ары қарай өмір, екеуміздің арамызда өмір жалғасады. Ал онда көкем, мысалы үшін Ермекке мен сұрақ қоятын едім. Ермек, сен осылай өмір сүргің келмесе, ал сен қалай өмір сүргің келуші еді? Қандай өмір? Егер өміріңді жаңадан бастағың келсе, қандай өмір сүргің келеді? Қазіргі жағдайың сені қанағаттандырмайды екен. Онда қандай жағдай сені қанағаттандырады? Осы өміріңдегі қандай мән болу керек? Мүмкін сен өзіңнің өміріңді сүрмей жатқан шығарсың. Ал мүмкін сенің өзіңнің өміріңді сүруге бір белгілі бір күш, әйтпесе ілім, білім жетпей жатқан шығар деп адамның өзіне қайтарып аламыз. Өзінің өмір сүруіне деген ықпал жасаймыз. Сондықтан бұл жерде мен маман ретінде көрмегенім, өмір сүргісі келмейтін адам жоқ. Адамның тұла бойына біткен қасиет өмір сүргісі келетін, тіршілік ету. Яғни осы жерде біз егер Ермекпен кездесетін болсақ, онда қандай өмір сүргісі келеді екен, соны анықтап, соған жайлап қадам басуымыз керек. Жақсы, бірақ Ермектің соңғы жаңа пікірінде жұмысым жақсы, өзіме ұнайды, қарным тоқ, қарызым жоқ ешқандай, көңілім тыныш депті. Бірақ неге екенін білмеймін, осы ой мені мазалай береді депті. Бұлай өмір сүргім келмейді дегенде міндетті түрде ол жаман өмір болмауы мүмкін ғой. Мысалы үшін мүмкін Ермектің өмірінде бір өмірдің мәні жетіспейтін шығар. Әйтпесе Ермек өзінің өмірінде мүмкін мамандықты өз еркімен таңдады ма екен, таңдамады ма екен. Яғни бұл жерде Ермектің мынау жүрегінің түкпірінде жатқан құпия, өзіне де құпия тіршілік етуге деген ниеттері мен мақсаттарын аршып аламыз. Ол тығылып жатыр ғой. Ал ол мақсатты онымен тілдесу арқылы ілесіп. Әрине, өйткені мен маман ретінде ол менің алғашқы кезде менің сеніміме, екеуміздің арамыздағы қатынасқа сүйенеді. Ал мен маман ретінде білем, кез келген адам тіршілік иесі болып жаратылғаннан кейін хайуанда өмір сүргісі келеді, адам түгіл. Сондықтан бір кілтипат болып тұр да. Кілтипан дейма, не деп айтушы еді. Соны жүрегінің түкпірінен құпияларды осылай алып тарқатып, мәні мен мақсатын анықтағаннан кейін көзі жарқырап, көкірегі оянып шыға келеді. Жақсы, түсінікті. Ермек өз сұрағына жауап алды деген ойдамын. Егер маманға барғаны дұрыс деп ойлаймын. Дәл осы ойда жүрсе, онда маманмен кездесу керек. Жақсы, Нұргүл, бізге хабарласып тікелей толқында күтіп отырған екі бірдей тыңдаушы бар екен. Байланысқа қоссақ. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Есіміңіз? Есімім Айжан.
Айжан, иә, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Нұрсұлтан қаласынан. Иә, сұрағыңыз? Әр жұмада тыңдаймын сіздерді, бағдарламаларыңызды асыға күтемін. Мен бір сұрағым, мен өзім енді 4 баланың анасымын, үш үйде тұрамын, жұмысым бар, бала шағам. Енді ел қатары өмір сүремін. Былай сырт көзге қарағанда, осы көршілер болсын танымайтын, көршілер болсын танымаймын, бұл көбісі мысалы домда тұрамыз. Кейін дворда жүріп араласамыз. Бастапқы кезде былай жаман көздермен қарайды да, кейін амандасып, сәлемдескен, кейін танысқаннан кейін, ой, сіз басқаша адам екенсіз ғой дейді. Кейіннен маған сыр айтатын адамдар көп та, сырларын айтады, бірақ бір аптадан кейін менімен араласпай кетеді. Бірақ мен ол сырларын ешкімге айтпаймын. Сонымен менен қателік бар ма, әлде или басқа адамдар біреуге айтып қояды деп ойлаймын, мен соны түсінбеймін. Бір апта сөйлеседі, ары кетсе бір ай, кейін бір айдан кейін уже тек қана амандасады, былай сөйлескілері келмейді. Іштеріндегі сырларын ақтарып алғаннан кейін. Айжан, сіз осы тартылмайды. Сіз осы жалпы өзіңізбен қатынасқа түскен адамдармен қатынасты, қарым-қатынасты, араласуды ары қарай жалғастырғыңыз келеді ма сонда? Енді, күнделікті бір ай бұрын қалай сөйлестік, солай сөйлесіп, былай араласқан келеді. Соның ішінде бірен-саран бір-екеуі ғана ары қарай әңгімелесіп, дос болып енді араласып кетеміз, кейбіреулері мүлдем танымайтындай өтеді. Бірақ ішкі сырларын бәрін айтып қойған маған. Сол маған қызық. Менде қателік бар ма, әлде ол кісілерде қателік бар ма, соны. Осы жерде Айжан, бұл жерде енді жалпы қателікті көріп тұрғаным жоқ. Менің түсінбей тұрғаным, сол адамдардың сізбен тіл қатысып, сырын айтып, сырт айналып кеткеніне сіздің жаныңыз ауыра ма? Жоқ, не сіздің жаныңызға тиіп тұр? Не ауыр тиіп тұр бұл жерде сіз үшін? Сол менімен ары қарай араласпайтын, жаныма батады. Бір түрлі. Мысалы, бүгін бар, ертең жоқ. Иә. Соны түсінбеймін да, тұрақты емес. Егер де олар мен дәл ары қарай менімен араласып сөйлеспесе, егер де менімен қарым-қатынасы бар қарай не қылмаса, неге ол маған келіп сырын айтып, ақтарылып бір ай сөйлеседі да, кейіннен жоқ болып кетеді. Теріс айналып кетеді, жоқ болып кетеді. Жалпы бұл сіздің қойған сұрағыңызға қатысты мен бұл жерде көріп тұрғаным, сіздің өзіңіз қатынасқа бір зәру адам деп айтуға келмейді, бірақ та осы басқа біреулермен сіздің қатынасыңыз сізге өте бір маңызды сияқты да? Көңіл күйге әсер ететін. Көңіл күйге әсер ететін, және сіз үшін маңызды дүние болып тұр. Ал сіз үшін бұндай маңызды дүние басқаларға маңызды болмауы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде енді бәріне өзіңіздің көзқарасыңыз арқылы қарап тұрсыз ғой. Яғни сіз мысалы үшін осы қарым-қатынас кезінде, біреумен сырласқан кезде адамға бір күш-жігер беріп, өзіңізде күш-жігер алып, жақсы бір неге состояниеде жағдайда болатын болсаңыз, басқалар мысалы үшін ол үшін емес, бір түрлі себептермен сізбен сыр бөлісуі мүмкін. Қарым-қатынас мәселесіне келгенде жай бір ақтарылып, бір түнке ақтарыла салуы мүмкін, әйтпесе бір құндылықты таппауы мүмкін да. Яғни сізбен қарым-қатынасқа түсетін адамдардың арасында ортақ мәселе байланыстырмайтын сияқты. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай, мен енді сізбен араласып, кейін араласып кетпейтін адамдардың жан дүниесінде не болып жатырғанын білмеймін, өйткені өздері хабарласып тұрған жоқ та. Ал сізге келетін болсақ, онда осы адамдардың алдымен сізге қарап, содан кейін сырт айналып кететін сияқты болса, онда сіз адамдардан көбірек бір внимание, назар, содан кейін бір қандай да бір көңіл, сондай бір өзіңіз күтіп тұратын сияқтысыз ба, сол үшін қатынасқа түсетін сияқтысыз ба деген. Адамның назарын күтеді. Иә, соны күтесіз ба деп осындай бір сұрақ келді. Мысалы үшін маған келіп, маман ретінде, әйтпесе адам ретінде келіп маған кейбір сырларын айтып та, содан кейін маған хабарласпай кететін адамдар болса,
ол маған кейде әсер етуі мүмкін, әйтпесе кейде әсер етпеуі мүмкін. Сондықтан бұл сізге қатты әсер етіп тұр ғой. Жүрмесең әсер етпейді ғой. Жоқ. Егерде бір көріп, кейіннен анау больницада отырып, бір сөйлесіп, кейіннен оны түсінемін ғой. Бір күнделікті көріп жүрген, соны түсінбеймін да. Күнделікті көріп жүрген. Оның мысалы үшін ол адамдардың өзінің күйбең тіршілігі болуы мүмкін. Әйтпесе жаны қиналып тұрған кезде сіз қасында тап келіп, жаны қиналып тұрған кезде маған келіп айтады. Иә, айтады. Жүрген кезде сізді елемейді. Мен өзім ойлаймын. Неге маған қиналған кезде маған сырларын айтады, былай күндері неге араласпайды деп мен соған сол сіздің жаныңыз соның жаныңыз ауырып тұр. Сондықтан өзіңіз сұрақ қойып тұрсыз ғой, енді мен не дұрыс жасамай тұрмын деп. Сіз негізі барлығын дұрыс жасайсыз, бірақ та сіздің өзіңіздің талабыңыз болып тұрған сияқты. Сол мысалы үшін жаны қиналып тұрған адам жаны қиналған кезде сізге бар сырын ақтарады. Бірақ ол адам ақтарып болғаннан кейін оның жанын қиналысы түзелуі мүмкін. Әйтпесе ондай жағдайда болмауы мүмкін, көңіл күйді әртүрлі болуы мүмкін. Соған байланысты сізбен ол көңіл күй жақсы болып тұрған кезде сізбен ол байланысқа мүмкін түсуді жөн деп санамайтын шығар да, мысалы үшін бас салып осы кісінің уақытын ала бермейін, тағы басқа деген сияқты. Осы тұста сіз одан өзіңізге бір назар талап етіп тұрған сияқтысыз. Сондықтан сізде барлық адамдар енді бұндай қиын жағдайда депрессияда жүрмейді. Осыған байланысты сіз ойлансаңыз, неге екі нәрсені ойланғаныңыз мен дұрыс шығар деп ойлаймын. Енді өзіңіз саралап қарайсыз. Біріншіден, неге мен сыр адам емес, сыр сандыққа айналып кеттім? Мен деген адаммын ғой. Яғни мен адамның сырын, әйтпесе мұңын тыңдау үшін дүниеге келген жоқпын ғой. Мен де біреуге айтуым керек, мен де оны көтере алатын жағдай болады, көтермейтін жағдай болады деп кішкене өзіңіз шекараңызды анықтап, мысалы үшін кейде шектеу қойсаңыз біріншіден, ал екінші айналып кеткен кезде енді сіз, егер сіз адам емес, өзіңізге адам ретінде сезіміңіз болмаса, онда тыңдай алмаймын, әйтпесе мысалы үшін енді білмеймін ғой, енді сіз сырсандық болып соның бәрін тыңдай беруіңіз керек болса, онда тыңдай беріңіз ары қарай осылай жалғастырып. Кейін көңіліңізге қаяу салып тұр ғой осы. Тыңдап соны пайдаланып кететіндер да, мысалы үшін. Ал екінші жағдай, біздің эфирдің уақыты шектеулі, менің айтқан дүниелерімді қазір сіз өзіңіз жеке қалып ойланғаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Екінші мәселе, бұл адамнан сіздің талап етіп отырғаныңыз туралы ойлануыңыз керек. Неліктен сізге адамдардың үнемі сыр айтқаны маңызды? Адамдар егер сырын айтпаса, сіз өзіңізді адам ретінде сезінбейсіз бе? Әйтпесе керек емес деп санайсыз ба? Сондай бір мәселемен кездесіп тұр ғой. Адам өзінің сырын айтса, мысалы үшін өзін керек деп санайды да, ал егер адам сырын айтпаса, мұңын айтпаса, онда керек емес сияқты. Түсініп тұрсыз ба? Жай амандасқан, оған сыйластық сезімін сыйламайтын болып тұр. Осы мәселеге кішкене көңіл аудару керек деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы, Айжан, хабарласқаныңызға рахмет. Келесі тыңдаушыны қабылдасақ. Сәлематсыз ба? Тікелей толқындасыз, сәлематсыз ба? Алло. Сәлематсыз ба? Мен естіп тұрсыз ба? Естіп тұрмыз. Менің айтайын дегенім естіліп тұр ма? Естіліп тұр, аға. Менің айтайын дегенім, мен Балқаш қаласынан звондап отырмын. Осыдан 2 жыл бұрын ба, 3 жыл бұрын менің ұлым 35-те Балқаш қаласында тұрамын. Көрші ауылдан бір 40-50 шақырым жерде ауыл бар. Содан кешке шыққан ғой енді, күн қарайып кеткеннен кейін. Естіп отырсыз ба? Естіп отырмын, аға. Күн қарайып кеткенге шыққан, асфальтпен айдап келе жатса, сол маңда бір көп биттер бар тұғын. Bir кезде биттер жаққа қарасам дейді, биттің ішінен бір қыз шығып келатыр дейді. Күн салқын уақыт, еще жеңіл киініп алған дейді. Әдемі бір қыз шығып келатыр, қолын бұлғап мені шақырады дейді. Содан кейін менің зәрем ұшып кетті дейді, машиненің газын бастым дейді. Машиненің газын басып ем, жаңағы одан сайын артынан қуып ала жөнелді дейді, машиненің артынан. Тура енді маған жетуге аз қалды дейді, зәрем ұшты, өлдім ғой деп ойладым.
бір кезде аузымнан қалай шыққанын білмеймін, бісміллә деп қалып едім дейді. Жаңағы қыз жоқ болып кетті дейді сол бетінде. Содан кейін айдап уш деп үйге келді ғой. Не болды? Ойбай, осындай сұмдық көрдім деп. Бұл сонда не сұмдық бұл? Соны сұрайын деген мен. Аха. Осыдан кейін жалпы балаңыздың жағдайы қалай? Қазір жаман емес, жақсы. Одан кейін ешқандай ұйқысында, басқасында бір бұзылыстар болған жоқ па? Бұрын ол бала өзі онша керек қылмайтын. Қазір жүрген сайын биттің жанынан Аллах бұр деп өтетін болды. Бетін сипап, бұрын сенбейтін ондайға. Одан басқа қандай да бір өзгерістер жоқ па? Одан басқа қандай да бір өзгерістер жоқ па? Мысалы үшін ұйқысының бұзылуы, көңіл күйіне қатысты. Менің үлкен бабаларым бір қасиетті адамдар болған, солардың аруақтары ма қайдан білейін немен екен, соны түсінбей отырмын, соны сіздерден сұрайын деп едім. Жалпы аға, бұл енді тек қана психология негізі тылсым күштермен көбірек айналыспайды. Бұл адамның бойындағы сезімдер, адамның бойындағы эмоциялар, түйсігі, яғни осы адамға қатысты дүниелермен айналысатын нақты ғылыми ілім. Бұл тылсым дүниелер өмірде жоқ деп айтпаймыз, бар. Бұл тылсым дүниелердің не екенімен айналыспайды психология ғылымы. Бұл тылсым дүниеге адамның қатынасымен айналысады. Бұл жерде енді айтып кететінім оның не екенін білмеймін. Маман ретінде білмеймін, мүмкін адам ретінде өзімнің бір пікірім болар, бұл эфирге сәйкес емес шығар деп ойлаймын да. Ал жалпы егер психологиялық тұрғыдан түсіндіріп қарайтын болсақ, бұл баланың көңіл күйі қазір. Жоқ, маңызды сол. Сол маңызды болып тұр. Егер ешқандай бұзылыстар болмаса, онда бұл қандай да бір қатты бұзылыс, әйтпесе бір қорқатын дүние деп қабылдамау керек. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, қазақта айтады, қорыққанға қос көрінеді дейді. Яғни өзі мүмкін сол жерде көңілі алабұртып шыққан шығар. Әйтпесе қандай да бір қиын жағдай болды ма екен, сонда саралап қарау керек. Яғни мүмкін кеш деп отырмын, мысалы үшін кешқұрым уақытта деп та. Яғни жалғыз өзі келе жатқан кезде түрлі әсерлердің мүмкін себебі болуы мүмкін. Яғни осындай өзі қорқыныш сезімі бойлап келді ме екен денесін, осындай уақытта қос көрінуі де мүмкін. Егер осы қорқыныш ары қарай өрбіп кетпесе, онда бұл психологиялық мәселе болып саналмайды. Сондықтан қалай тіршілігін кешіп жүр, ары қарай жалғастыра берсін. Егер сол бисмилляхы, басқасы, тағы басқасы көмектесіп жатырса, онда ары қарай оны жалғастыру керек, өзінің сенімін ары қарай жалғастырсын деген пікірім бар. Жақсы. Құрметті радио тыңдаушы қауым, 20 сағат 27, тіпті міне 28 минутты көрсетіп тұр. Тікелей толқында жан әлемі хабары. Қояр сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, байланыс телефонды тағы да хабарлап кетейін. 8-717-2-75-72-75. Ал WhatsApp желісінде 8-700-755-35-55 телефон нөміріне хат жазу арқылы өз сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Біздің әріптесіміз белгі беріп отыр. Нұргүл, тікелей эфирде тағы бір тыңдаушы бар екен. Байланысқа қоссақ. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап отырмыз. Қазір әріптесіміз байланысқа шығып тағы да тексеріп алып отыр. Нұргүл, байқасаңыз, тікелей толқында тыңдаушылар сұрақты кеңінен көлемдетіп қоюды жақсы көреді. Мысалы, жаңағы ағам басында сұрақты бастағанда мен бір белгілі бір ертек айтып беріп отқанда әсерді болды. Мысалы үшін Айжанды да айтсақ, бұл жерде бізде мен қойын деген сұрағым, адамда сұрақтан гөрі эмоция, көңіл күйім басым секілді. Әлде мен дұрыс түсінбедім ба? Дұрыс түсінбедіңіз, Мадина. Өйткені жалпы психологқа келген кезде егер адам нақты сұрақты қоя алатын болса, нақты сұрақты топ өткізіп дәл қоятын адам болса, оған дәл қойылған сұраққа жауап та бар. Сондықтан психологқа келген кезде өзін негізі мазалап жүрген нәрсемен адам кездесуден қорқады. Яғни алыстан орағытып алып келеді. Өйткені сол мәселемен кездесуге қорқыныш бар, соған кішкене етімді үйретіп алайын деп кіріспесін айтады. Сөйтіп етім үйренді. Психологиялық тұрғыдан бейсаналы түрде дайындайды. Сосын кіріспесін айтады. Содан кейін барып сұрақты қойған кезде сіз сенбейсіз, осы менің бар жасайтыным кейде 1 сағаттың көлемінде осы 50-ші минутта ғана клиентте сұрақ пайда болуы мүмкін.
50 минут сол Ең маңызды сұрақ. иә, сол 50 минут бойы, мысалы үшін 1 сағат жұмыс істеймін бір адаммен, да, 50 минут бойы сол сұрақты өзіне қоюға дәті бармайды. Өзінің бір күші жетпейді, сөйтіп сол сұрақты қойған кезде ғана өзінде жауап табылады. Сондай бір ерекшелік бар адам бойында. Сондықтан ол ұзақ қоятынына мен қалыпты қабылдайсыз. Қалыпты қабылдаймын. Және бұл қалыпты жағдай. Қалыпты жағдай. Екіншісі, олар мүмкін сұрақ қойғаннан гөрі сөйлескісі келе ме екен, әйтпесе психолог, жер тарқатқысы, психолог менің жанымды көрсе екен деген бір үміт болады ғой. Ол да бар. Жақсы, түсінікті. Бізді күтіп отырған тыңдаушы бар екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Иә, айта беріңіз. Аты жөніңіз, қай өңірден хабарласып тұр, сұрағыңыз? Аты жөнім Жанар. Нұр-Сұлтан қаласынан хабарласып тұрмын. Мен сұрағым мынандай. Мен осы кейінгі кезде байқағаным, өзіме көп күмәнданамын. Бір іске қатысты, мысалы, студент беріп жүргенде стажировкаға өткім келді, бірақ көп ойлар мазалап, оң плюс-минустарын бәрін зерттеп қой деп қоя қойдым. Сосын жұмысқа тұрарда тағы бір жұмысты әр ойланып, бер ойланып, қоя қойдым. Қазір декреттемін, декретте де көп істі жаңадан бастағым келеді. Сосын әр ойланып, бер ойланып, результатын елестете бастадым. Мен қанша уақыттан кейін осы бір нәтижеге қол жетемін, ол үшін не істеуім керек. Содан кейін мен ол іске қатысты қызығушылығым тоқтап қалады, не болмаса бір қорқыныштар тоқтатады. Сонымен, бірақ артқа қарасам, мен сол кезде көп жағдайда бастағым келген нәрселердің барлығы негізі әйтеуір соны біреуін бастап, соңына дейін жеткізсем, бір жақсы бір нәтижеге жетер едім. Жанар көкем, осы жерде мен сен сұрағыңды қойып жатқанда, менің бірнеше сұрағым пайда болды да. Сол сұраққа жауап берген кезде мүмкін бір нәрсе анықталар. Менің сұрағым, сен осы бір нәрсені бастайтын кезде, сен бірінші 40 жылдан кейін болатын нәтижесі туралы ойлайсың ба? Жоқ әлде осы істі бастаған кезде мен не істей алам, мен қалай ашыламын, мен осы іс арқылы қалай таныламын, қалай осы процесі туралы ойлайсың ба? Қалай ойлайсың өзің? Нәтижесі туралы көбірек ойлаймын. Әрине, өйткені біз егер мысалы үшін бастаған істің нәтижесін ойлайтын болсақ, ондай болса, біз алдымызда белгілі бір картинаны, шеңберді сызып қоямыз. Балшын төртбұрышты, шеңбер, әйтпесе тік төртбұрыш деген, әйтпесе үшбұрышты осылай түзіп қоямыз да. Содан кейін жақындаған сайын, мысалы үшін, әйтпесе осы ой барысында кейіннен саналы түрде қараған кезде төртбұрыш, үшбұрыш болуы мүмкін. Үшбұрыш, мысалы үшін, дөңгелек болуы мүмкін. Осы кезде саған сенде күмән туындай бастайды. Сондықтан да бұл жерде неліктен сен барлық мәселеге нәтиже ретінде қарайсың. Жоқ әлде бұл жұмыс мүмкін процесс болу керек шығар. Не істей аламын осы іс арқылы? Мен осы өмірде қандай мәнге жетемін? Не жасай аламын деген сұрақтар арқылы жасалған жобалар негізі өте көп жеңіске, өте көп нәтижені береді. Ал егер нәтижені түзсек біз, онда сол бір нәтижеге жетуді ғана ойлаймыз. Сөйтіп соңында үшбұрыш, әйтпесе төртбұрыш алынбай қалады. Кішкене түсінікті болды ма? Иә, кішкене түсінікті. Бірақ сонымен енді өзіме кішкене ұнамай жүр ғой сол қасиетім. Өйткені көп нәрсе ойда болады да, реализация жағына жеткенде жоқ болып қалады. Сонымен қазір сен себебі неде? Оны анықтау керек па себебі, не болмаса жай келесіде мысалы бір ой келгенде тек жай бастап қана оны процестің өзіне назар аударып, назар аударып, жоқ ма нәтижесі қызықтырмайды деп пысып кетуім керек па? Жоқ, нәтижесі қызықтырмайды дегенде ол негізі дұрыс емес, бірақ та нәтиже үшін жұмыс жасау
барысында енді нәтиже деген ол жансыз дүние ғой, түсініп тұрсың ба? Мысалы үшін сен егер магистратурада оқып жатсаң, егер сен диплом үшін оқитын болсаң, жансыз дүние үшін, осы 2 жыл бойы оқыған еңбегің, терің, адами тұрғыда салған ниетің, соның бәрін сен обесценивать дейді, бағаламай тастайсың да, тек дипломды ғана бағалайсың. Осылай жансыз нәтижеге көңіл аударатын болсақ, біз жансыз дүниелерді біз пьедесталға қоямыз. Ал егер сен магистратураға түскен кезде ілім алсам екен, қандай еңбек төгеді екен, қандай тер төгеді екен, мені бұл қалай ашады екен, қайғырымнан таниды екен деп оқысақ, онда осы 2 жыл сенде бір қажырлы еңбегің міндетті түрде саған бір нәтиже алып келеді. Екеуінің айырмасы бар ғой, көкем? Иә, сондықтан келесі істі бастаған кезде осылай қарап көр. Егер қарап осылай қарауға сенде бір қорқыныш, тағы басқа сезімдер болып жатса, онда маманның көмегіне жүгіну керек. Сондықтан мен қазір ойлаймын, жалпы жауапқа, сұрағыңа жауап алдың деп. Иә, алдым. Рахмет үлкен. Хабарласқаныңа рахмет. Жақсы, рахмет, Жанар. Міне Нұргүл, бізде бағдарламамызда кәдімгідей зулап өтіп шығып жатыр, бірақ әр бағдарлама тез өтіп кетеді. Иә. Ал жоқ әлде қойылатын сұрақтар сондай терең бе екен? Жоқ, біз екеуміз терең бе екенбіз? Түсінбей қойдым мен. Жаны терең болып тұр. Иә, адамның жаны терең болып тұр. Нұргүл, енді мына WhatsApp желісіне сурет келіп түсті да. Иә. Тәтемнің қызы салған мына сурет дейді. Әкесі бірге тұрмайды, анасы ғана тәрбиелеп жүр. Күн ұзаққа жұмыста. 2 баласын асыраймын деп жұмыс істейтін анасы. Ананың назары жетіспей жүр балаға дейді. Бірақ мына суретті түсіндіріп бере алам екен дейді. Оны радио тыңдаушылар қалай көреді екен? Мен өзім ғана көріп, осы жерде бар ләззатты өзім алып отырам ба? Жоқ әлде менің диагноз маман екенімді? Құдай көкем. Қараш мынаны. Суреттің өзі айтып тұр ғой. Қыз бала бір жақта, ата-анасы қол ұстасып екінші жақта. Қыздың төбесінде күн. Бұл нені білдіруі мүмкін? Қыз әке мен ананың қасында емес. Қыз әке мен ананың ортасында емес. Енді оқырмандар, тыңдаушыларға түсінікті болсын айтып отырмын. Суретте ана мен әке бір бөлек, олардың денесі квадрат ретінде салынған. Қыз бөлек салынған. Қыздың қасында шыбын және күн. Яғни қыздың қасында шыбын ғана. Қыздың қасында жан иесі емес, 4 бұрышты әке мен ана бөлек. Менің ойымша барлығы түсінікті сияқты бұл жерде. Әке мен ана квадраттан тұратын, сондай сезім иесі емес болып көрініп тұрды. Және де бөлек айдалада, ал қыз шыбын жанымен ба, шыбынмен әйтеуір бір қасында бір тірі бір тіршілік иесі бар сияқты. Бір сонымен өзі ғана күресіп жүр, өмір сүріп жүр. Көп күресіп жүрген жоқ, өзімен өзі алданып жүрді. Мына шыбын дегенде жақсы мысал келтіріңіз, адамның шыбын жаны дейді ғой. Иә. Сондай қасында мүмкін бір мысық бар ма екен, әйтпесе өзінің жақсы көретін ойыншығы бар ма екен, бір тірі әке шешесінен бөлек бір тірі жанды жасап алып тұр ғой қыз. Өте сондай мұңды әсерлі сурет екен. Ал бұған не істеуге болады? Бұл баланың психологиясы ғой, тікелей сурет салып отыр. Анасы баланың жасына қатысты. Егер мысал үшін салған суретінен көріп отырмын, ары кеткенде 6-7 жастағы қыз, өйткені суретінен байқалып тұрды. Осы 8-9 жасқа дейін анасымен бірге маманға барса, екеуінің арасындағы бұзылған қатынасты қайтадан қалпына келтіруге көмектеседі. Болады. Ал 9-10 жастан кейін кеш. Өте кеш. Сондықтан осы суретті алып, маманға барса, арасындағы қатынасты бірнеше кездесулерде жаттығулар, басқа ойын арқылы қалыптастырып береді. Қалыптастырғанда бұзылған қатынасты қалпына келтіреді. Өйткені екеуінің арасында табиғи сезім бар ғой. Иә, табиғи байланыс бар. Табиғи байланыс бар. Бір-біріне жақсы көру сезім бар. Просто соны бір-біріне қалай жеткізу керек, көрсету керек, соны көрсетіп береді да. Жақсы. Оқырман хабарласып тұр ма екен? Иә, бізді тыңдаушы күтіп тұр екен тікелей толқында. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба?
Алло, саламатсыз ба? Иә. Есімім Зарина болады. Ақтөбеден хабарласып отырмын, Ақтөбе қаласынан. Жақсы, Зарина, сұрағыңыз? Менің сұрағым, менің жасым 30-ға таяп қалды. Тұрмысқа шықпағанмын. Соңғы кезде мені көп нәрсе қызықтырмай жүр. Жұмысым да қызық емес, басқа да достарымның арасында отырсам да қызық емес деген сияқты. Адамдармен тіл табысқым келмейді. Тіл табысқым келмегенде сөйлескім келмейді, ешкіммен жақын араласқым келмейді деген сияқты. Бұл бір уақытша депрессия шығар, уақытша құбылыс шығар дейін десем, ұзаққа созылып кетті. Қаншаға созылып кетті? Жарты жылдай уақыт болды. Жұмысыма жай, былайша айтқанда, уақыт өткізу үшін ғана барып келіп жүрген адам сияқты. Зарина, егер де мысалы үшін қазіргі тіршілікте осы күйбең тіршілігіңіздегі жалпы қалыпты жағдайдағы тұрмысыңыз сізді қызықтырмайтын болса, егер жүрегіңіздің түбіне үңілсеңіз, не қызықтыруы мүмкін сізді? Соны қайта ойланып жүрмін, бірақ ештеңе қызықтырмайды. Мүмкін осы қызықтыратын дүниені мойындауға сіздің батылыңыз жетпей жүрген шығар. Батылым жетпей жүрген десем, ондай бір өз-өзімді алдап жүрген. Өйткені неге бұл сұрақты қойып жатырмын? Себебі сіз сөзіңіздің басын мен Зарина 30-дағы тұрмысқа шықпағанмын деп бастадыңыз. Егер де мысалы үшін осыны айтпай бастайтын болсаңыз, мен Заринамын, қазіргі кезде көңіл күйім жоқ, ештеңе қызықтырмайды десеңіз, онда мен сізде осы депрессияның бір белгілері бар ма екен, жоқ не екен деп айтатын едім да. Ал егер айтқан себебім, мүмкін тұрмысқа шықпай жүргеннен кейін сондай бір маған қорғанып бастады Мадина. Деген сұрақ қой. Психологиялық қорғаным. Қалыпты жағдай ма, кәрі қыздың деген сияқты. Кәрі қыз деген жоқ, қалыпты жағдай деген жоқ психологияда. Қалыпты жағдай дегенді анықтау қазір одан бас тартып отыр көп мамандар. Қалыпты жағдай деген тұрмысқа шықпаған қыз үшін қалыпты нәрсе ма деген ой. Жоқ. Бұндай нәрселер жалпы психологияда қалыпты жағдай деп, егер адамның өзі мысалы үшін қиналмайтын болса, белгілі бір мәселеге, мысалы үшін аузында тісі жоқ делік та. Егер ол ешқандай страдания алып келмейтін болса адамға, онда ол қалыпты жағдай деп есептеледі. Ал егер ол мысалы үшін адамға қандай да бір күйзеліске алып келетін болса, ол қалыпты емес жағдай деп ұғыну қалыптасқан. Сондықтан да 30-ға келіп тұрмысқа шықпаған қыз осындай тіршіліктен түңілуі, ол қалыпты жағдай деп айту, ол қате ұғым, Зарина. Бұл бірінші. Екінші, әрине мен сенің тұрмысқа шықпағаныңа назар аударып тұрған жоқпын. Менің назар аударып тұрғаным, сен әңгімеңді осыдан бастап тұрғаныңа назар аударып тұрмын. Яғни, как будто осы 30-ға, мен Заринамын, 30-ға тұрмысқа шықпағанмын деп бастадың да, яғни осыған қатысты. Мүмкін тұрмысқа шықпағаныңа қатысты бір өзіңнің бойыңда бір сезімдер бар шығар. Қандай сезім болуы мүмкін, мысалы үшін? Сол сезімді анықтап, сол сезіммен жұмыс жасау керек. Ал сен қазір өз бойыңа үңіліп көрсең, тұрмысқа шықпағаныңа байланысты өзіңнің қандай қатынасың бар, мысалы үшін, өмірдің бәрінен безіп кететіндей, түңіліп кететіндей? Қандай байланысы бар ол тұрмысқа шықпағанмен? Өзіңе қояйын да сол сұрақты. Тұрмысқа сенің шықпауыңмен қазір бәрі қызық емес дейсің. Сол екі құбылыстың арасында қандай байланыс бар деп ойлайсың өзің? Сонда сол уақыттың өтіп жатқаны мүмкін мені сол уайымдататын шығар деген ой. Иә. Яғни осы жерде өз сұрағыңа өзің жауап бердің. Сондықтан мен назар аударып отырмын. Менің пікірімше қазір сенің тұла бойыңды торлап тұрған осы сенің қызығушылығың бағытталып тұрған нәрсе, ол өзіңнің өміріңді ана ретінде табиғатыңа сай ары қарай жалғастыру мәселесі сияқты. Осы мәселе соншалықты сен үшін маңызды болғандықтан, басқа мәселелер бір маңызы жоқ деп айтпаймыз, бірақ бір екінші второстепенный қосымша мәселе сияқты болып көрініп тұрған сияқты. Сондықтан да осы жерде менің ойымша өзіңнің қатынасыңды дұрыстауың керек сияқты. Мен сонда тұрмысқа шығу үшін өмір сүруім керек па? Басқа жағдайдың бәрінің мәні жоқ па? Жоқ, әлде тұрмысқа шығу бұл өмір жалғастыру. Тұрмысқа шықпасам менің өмірім жалғаспай ма? Жалғастырып жатқан жоқпын ба деген сияқты сұрақтарды өзіңе қойғаның дұрыс деп ойлаймын. Яғни тұрмысқа шығу үшін ғана бір өмір жалғасатын сияқты да? Жақсы, Зарина, тікелей толқындасыз ба?
Иә, рахмет. Жақсы. Рахмет, Зарина. Өміріңізді ары қарай сіздің өміріңіз ол. Иә, дұрыс айтасыз. Тұрмысқа шығып басқа күйде өмір сүру әрине жақсы, ол табиғатқа тән нәрсе, бірақ та тұрмысқа шықпадым екен деп өмірді ары қарай жалғастырмау деген адамның өзінің табиғатына, өзінің өміріне қарсы келу деген сөз. Бұл жерде ешқашан бақыт болуы мүмкін емес. Түсінікті. Енді Нұргүл, осы ретте менде мынадай сұрақ туындап тұр. Жалпы сізге көп адам енді өзінің сұрағымен келеді, қандай да бір мәселесімен келеді, қордаланған, соған өзін жоғалтып алған адамға және өзін бағаламайтын адамдарға, айналасындағы дүниені көре алмай жүрген адамдарға бір ортақ қандай да бір тапсырма беру арқылы, жаттығу жасату арқылы оны сіз алып келе аласыз ба өз қалпына, болмысына, өзінің жанын, өз тәніне? Мадина, негізі мен өзін жоғалтқан адам деген ұғыммен келіспеймін. Келіспейсіз, иә? Өйткені адам өзін ешқашан жоғалтпайды. Өзінде бар дүние жоғалмайды. Оның өзімді жоғалтып алдым деп те айтады ғой адамдар. Ол айтылатын дүние, бірақ та қалай мен қолымды жоғалтам, қалай мен жүрегімді жоғалтам, қалай мен сезімімді жоғалтам. Ол жаратқанға адамның табиғатына қарсы дүние ғой. Өзін өзі жоғалту дегенді көбінесе айтады, адам өзін әйтпесе өзінің бір қасиеттерін, яғни өзінің сезімін, түйсігін, жүрегін, тағы басқасында мойындамаған кезде айтады. Мысалы үшін мен 40 жыл бойы мойындамасам, онда менде жүрек жоқ сияқты. Осы кезде мен өзімді жоғалтып алдым деймін. Ал шын мәнінде оған алып келетін дүние 40 жыл бойы мен жүрегімді немесе сезімімді мойындамадым. Вот содан кейін жүрегім үндемей, сезімім үндемей отыр. Осындай жағдай, осыны айтқым келді. Бұл бірінші. Екінші, жалпы адам психологқа байланыс үзілгенде келеді. Өзімен немесе өзгемен байланыс үзілгенде келеді. Түсінбей келеді да. Осы уақытта мен бір әдемі бір жаттығуды арасында ұсынам. Қазір тыңдаушыларға ұсыну керек па оны? Жақсы, тыңдаушыларға ұсынып көрсеңіз. Өйткені біз барлық сұраққа жауап бере алмаймыз да. Бірақ келесі жұмада міндетті түрде тікелей толқында қайта қауышамыз. Бірақ бүгінгі тікелей толқында тілдесе алмаған тыңдаушылар болмағанда осы жаттығу арқылы ой түйсе. Енді өзіне керегін алады деп ойлаймын. Айтып өттім ғой, психологқа көбінесе адамдар өзімен қатынасы немесе өзгемен қатынасы бұзылған кезде келеді. Сіздің өзіңізбен және өзгемен, осы өмірмен қатынасыңыз бар ма, жоқ па, оны анықтау үшін мына диагностикалық тест дейді ғой, соны ұсынғым келіп отыр. Қазір енді Мадина, алдымда тұрған жалғыз жан сізсіз. Мен тірі жансыз жұмыс істей алмаймын. Сондықтан тірі жанды көріп отырып айтайын. Қазір мысалы үшін Мадина, сіз отырсыз. Әр біздің оқырманымыз сияқты. Осы жайлап отырыңыз. Өзіңізге бір ыңғайлы, бір осылай бір жарты сағат, әйтпесе 1 сағаттай отыра аламау деген күйде ыңғайлы отырыңыз. Орындықта, диванда, полда, жатқан кроватыңызда қай жерде отырсыз, сол жерде отырыңыз. Өзіме ыңғайлы болу керек. Өзіңізге ыңғайлы позаны ұстап отырыңыз. Жақсы. Мүмкіндік болса, музыканың дауысын төмендетсеңіздер, әріптестер. Отырыңыз, жайлап, ыңғайлап. Жатсаңыз жатыңыз, осы өзіңізге ештеңе кедергі болмайтындай бір позаны анықтап, осылай отырыңыз, ыңғайлы отырыңыз. Осылай ыңғайлы отырып, көзіңізді кішкене жұмыңыз. Кішкене емес, көзіңізді жұмыңыз. Көзіңізді жұмасыз. Көзіңізді жұмғаннан кейін осы орындықта, диванда немесе полда отырғаныңызды анықтаңыз. Яғни сіздің жамбасыңыз бір нәрсеге тиіп тұр да, арқаңыз бір нәрсеге тиіп тұр, көтеріп тұр, осы орындық көтеріп тұр, диван көтеріп тұр, пол көтеріп тұр. Денеңіз немен жанасып тұр, не көтеріп тұр сізді. Сонымен жайлап ішкі әңгімені бастаңыз. Қазір Мадина, сіз орындықта отырсыз, сондықтан орындықпен ішкі әңгімеңізді бастасаңыз. Сізге орындық, сіздің денеңіз тиіп отырғанда, сіз жайлы отырған кезде орындық сізге не айтуы мүмкін? Диван сізге не айтуы мүмкін? Кездесіңіз осы орындықпен, диванмен кездесіңіз. Кездескеннен кейін осы орындық сізге егер бірдеңе айтатын болса, Мадина,
сіз оған жауап беріңіз. Сөйтіп кішкене ішкі әңгімеңізді, көзіңізді жұмып отырып өрбітіңіз. Егер қиялыңызды қосатын болсаңыз, ішкі әңгіме жүргізе алатын болсаңыз, бұл әңгімеңізді ешкім тыңдап отқан жоқ. Өзіңізді еркін сезініп, орындықпен неде отырсыз, неде жатырсыз, сонымен ішкі әңгімеңізді өрбітіңіз. Өйткені бұл дүниедегі әрбір зат бізге тілсіз болса да өзінің функциясы арқылы жеткізетін дүниесі бар. Орындық отыру үшін, төсек жату үшін деген сияқты. Сондықтан маман қасыңызда ішкі әңгімеңізді өрбітіңіз. Ішкі әңгімеңіз аяқталдау деген кезде көзіңізді жайлап ашып, қайтадан бізге оралыңыз. Менімен әңгімеге қайтадан оралыңыз. Жап-жарық. Жап-жарық, иә. Мадина сізге орындық не деді? Орындық, сені көтеріп отырмын деді. Сені көтеріп отырмын деді. Көрдіңіз ба? Сіз орындықтың сізді көтеріп отырған жай өміріңізде байқайсыз ба? Жоқ, байқамаймын. Иә. Ал орындықты сізбен қоса не көтеріп тұр? Пол көтеріп тұр. Сізді орындықты полмен қоса не көтеріп тұр? Қабырға көтеріп. Қабырғалар жалпы, иә. Осы Қазақ радиосы, 4-ші этаж. 4-ші қабаттамыз. Иә. Осы Қазақ радиосы орналасқан ғимаратты не көтеріп тұр? Қазмедиа орталығы. Иә, Қазмедиа орталығын не көтеріп тұр? Жер көтеріп тұр. Жер көтеріп тұр. Көрдіңіз ба? Сізді бір ғана зат көтеріп тұрған жоқ. Бірнеше деңгейдегі бүкіл әлем аялы алақанында ұстап отыр. Сондықтан да егер Қазақ радиосының тыңдаушылары өзімен немесе өзгемен байланысым үзілді, жалғызбын дейтін болса, қателеседі. Тап осы байланысыңыз үзіліп тұрған сияқты жағдайдың өзінде сізді аялы алақанында ұстап көтеріп отырған сізбен байланыстағы неше түрлі дүние бар. Сондықтан әлеммен бірге болыңыз, әлемге деген сеніміңізді арттыруға ниет етіңіз. Және осыған тыңдаушыларды шақырамын. Тыңдаушыларды шақырамыз. Иә, Нұргүл, міне бағдарламамыз аяқталуға жақын қалды. Десе де әлі 2 минутымыз бар деп белгі берді әріптесіміз. Онда бір тыңдаушының пікірі бар, WhatsApp желісіне келіп түскен. Қысқа нұсқа жіберіпті сұрағын. Иә. Қызы әдемі көйлек сатып алған. Анасы сатып алған әдемі көйлек. Қызы қаншада екен? Қызының жасы 10-да екен. Иә. Сонда қызы қарап, мына көйлекті не үшін сатып алдың деп айтыпты. Сен неге көйлекті өзіңе сатып аласың деп сұрақ қойған екен. Сонда не деп жауап берерін білген жоқпын. Үндемей шығып кеттім дейді. 10 жастағы қыз анаға егер өйтіп әңгіме айтатын болса, онда осы сұрақ қойып отырған ханым, ханшайымымыз, құрбымыз осы өмірде бар, тірі жанмын, менің бір нәрсеге құқым бар деп ойлайды ма екен деген менде сұрақ туындады. Осы сұрақты қою арқылы жауабын табады деп ойлаймын. Егер қызы сол сұрақты қойып отырса, онда анасы жаңа сіз айтқан сұрақты өзіне қойып көру керек. Өзіне қою керек. Мен бармын ба? Осы дүниеде, осы көйлекке менің құқығым бар ма? Осындай менің бойымда сезімім бар ма деп өзіне қойса, осы сұрақтың жауабын өзі алады. Жақсы, Нұргүл, міне бағдарламамызда аяқталды. Бұйыртса келесі жұманың кешінде тағы да тілдесеміз. Құрметті радио тыңдаушылар, хабарласып, атсалысып, қордаланған сауалдарыңызға жауап іздегендеріңіз үшін өздеріңізді іздеуге, өздеріңіздің бар екендіктеріңізге сондай біз үлес қоса алсақ, онда еңбегіміздің жемісі. Психолог маман 1 сағат бойы өздеріңізбен шынайы тілдесті, ой бөлісті. Нұргүл, сізге көп рахмет.
Тыңдаушыларға рахмет. Иә, тыңдаушыларға да мың алғыс. Келесі жұманың кешінде тілдескенше сіздермен бірге болған мен Мәдина Махамбетқызы, сонымен қатар психолог Нұргүл Молдабайқызы және де Ербол Ерсінұлы, Назар Найзабек. Әуе толқында тілдескенше. Келесі кездескенше.